Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода мебельдің распил бергеннің топ 5 плюсы және топ 5 минусын айтатын боламыз. Енді плюсынан бастап кетейік. Бірінші плюсын айтатын болсақ, сіз мебельдің распил берсеңіз, сіз материалдың, бүткіл материалдың бәрін өз бағасына сатып аласыз. Каждый кусок көп сатып алмайсыз. Сіз кәдімгі үлкен дәу листтер сатып аласыз. Смотря кімге қандай мебель керек, қанша мебель керек деген сияқты соған жететіндей листтер сатып аласыз. Оның бәрін сіздерге есептеп жазып береміз. Мысалы, кухня керек болса, мынанша лист аласыз. Бүткіл трехкомнатный квартира болса, мынанша лист аласыз деп бәрін есептеп береміз. Сіз сол листтерді аласыз да, любой қалада услуги распилы деген бар. Услуги распилаға барып, сол листтерді бересіз да, и біздің сіздерге жазып берген размерлерімізді сол менеджерға бересіз. Распиловочный цех сіздерге каждый детальді, мынау детальдің бәрін точности до миллиметра кесіп береді. И сіз солай мынаның бәрін өз бағасымен алған соң, фурнитураны өз бағасымен алған соң, сборщикпен мынаның бәрін құрастыратын сборщикпен өзіңіз ақшасына келіскен соң, сіз как минимум 50% ақшаңызды үнемдейсіз. Енді бұл самый жирный плюсы деп ойлаймын. Ал енді достар, екінші тоже самый жирный плюсы, сіз мебельдің распил берген соң, сіздің ЛДСП листтарыңызды распиловочный цех уже кесіп берген соң, сіз мынандай кусок детальдерді аласыз да, уже үйіңізге алып келесіз. Сіздің материалдың бәрі көз алдыңызда болғаннан кейін, сізді ешқандай алаяқ лақтырып кете алмайды. Енді достар, өздеріңіз естіп жүрген шығарсыздар, жаңалықтардан да талай шығып жатыр. Мебельщиктердің арасында алаяқ мошенниктер өте көп, бірнеше миллион задатокын алып кетеді, и сосын жоқ болып кетеді. 6 айға, 1 жылға олармен сосын соттасып, көп головной проблемалардан құтыласыз. Распилға берсеңіз, сол керемет плюсы, сіз материалдарды алып келесіз, материалдар көзіңізше. Біз берген, мысалы, проектті, деталировканы бүйтіп сборщик мебельға бересіз, ол соған қарайды, и тура үстіп, каждый детальді тура осындай академия кухняны сіздерге жинап береді. Я думаю, бұл өте керемет плюс, өйткені енді алаяққа тап болғысы келетін адам жоқ шығар енді. Мебельный распил үшінші плюсы. Үшінші плюсы неде? Сіз мебельді распилға бергенде, сіз кем дегенде 15-20 күніңізді экономдайсыз. И то мошенниктарға кезігіп қалмасаңыз, мысалы, сіз мебель на заказ берсеңіз, сіздерге айтады, жасалу уақыты 15 күн, 20 күн, немесе 30 күн деп айтады. Немесе рекламада да көріп отқан шығарсыздар, алдында көріп қалдым, бір үлкен компаниялар рекламирует етіп жатыр да, кухняңызды 20 күннің ішінде дайындап береміз, ол қаладағы ең тез жасалатын уақыт депші. Достар, ол дауласа әңгіме, мынау конкретно мынау материал бар ғой, 1 күн ішінде дайындалады. Қандай объемың болса да, мысалы, распилға бүгін бересің, ертең уже алып кетесің. Мысалы, фасадтар МДФ болса, мысалы, мына кухня МДФ, оны фасадты заказ бересің, МДФ-ті. Ол деген примерно 2 күн, 3 күн ішінде дайын болады. Төртінші плюсы, ол фурнитура. Енді достар, сіздер өзіңіз магазинға бар, фурнитураның бәрін өзіңіз сатып алған соң, сіз тек қана өзіңізге ұнаған және де качественный фурнитуралар аласыз да. Мысалы, сізге мына ручка керек болса, сіз ол ручканың цветін, ручканың размерін, стилін бәрін полностью өзіңізге қалай ұнайды, тура сондай сатып аласыз. Мысалы, арзағынан онша местерін ешкім келіп сіздерге қойып кетпейді, сіз ол жерге барасыз да, өзіңіз таңдап аласыз. Ол жерде фурнитура, ручка, пручкадан миллион выбор бар. Ақшаңызға қарай, қандай фурнитураны ақшаңыз көтереді, соған байланысты, бюджетіңізге байланысты барып уже керек фурнитураның бәрін сатып аласыз. Мебельный распил 5-ші плюсы. Сіз мебельный распил берсеңіз, сіз примерно бір мыңдаған нервный клеткаларыңызды экономдайсыз. Сіз мебель на заказ берсеңіз, сіз 70% предоплатасын бересіз. Сіз ол мебельщиктің қандай екенін білмейсіз. Ол мебельщиктің бұған дейін істеген жұмыстарын білмейсіз. Ол жұмыстарды қандай срокта бітіргенін білмейсіз. Енді неше түрлі китайский мебельщиктер бар. 1-2 ай цехта жұмыс істеп, помощник болып, сосын мықты бизнесменмін деп, бизнесмен болып кететін мебельщиктер бар енді. Оларды енді
араңызда көріп отқан көрерменнің арасында енді андай сондай мебельщиктер попадать еткен шығар, сол кісілер түсінеді. Ұзын сөздің қысқасы, мебельді распилғай берсеңіз, сіз очень миыңыз тыныш болады ғой. Ал енді достар, любой нәрсенің өз плюстары, өз минустары болады. Плюстарын айтып кеттік. Енді мебельді распил топ 5 минусын айтатын болайық. Мысалы, сіз мебельді заказ берген кезде, сіз только ақшасын төлейсіз, и болды, ештеңеге басыңызды ауыртпайсыз. Болды, үйде жатасыз, таза үйде, кондердің астында. Сіз мебельді распил берсеңіз, сіз уақытыңызды құртып ары бері жүгіруіңіз керек. Сіз магазинға барасыз, мынандай ЛДСП сататын, МДФ сататын магазиндарға барасыз, материал таңдайсыз, материал сатып аласыз, газель жалдайсыз, барып цех іздейсіз, распиловочный цех алып келесіз, распилға бересіз, ол жақта ақшасын төлейсіз. Андай туда-суда волокиталармен жүріп қаласыз. Мебельді распил екінші минусы. Достар, енді сізде өзіңіздің цехыңыз болмаған соң сборщик мебелі не істейді? Сборщик мебели уже мебельді сіздің квартираңыздың ішінде жинайды, бүткіл присадканы квартираның ішінде істейді. Ал ол деген сіздің квартираңыз в общем цехқа айналып кетеді ғой. Жан жақтың бәрі опилка, мусор, андай көп мусор шығады. Содан кейін сізге уже мебельдің бәрін қойып тастағаннан кейін сізге уже ақшаңызды шығарып, андай клиник вызывать ету керек болады да, бүткіл квартираға клиник уборка жасау керек болады. Бірақ ол минус деп те айтуға болмайды. Енді сіз бүткіл бір квартираңызда толығымен подключить істетсеңіз, сіз минимум 1 миллион, 1,5 миллион теңге ақшаңызды экономдайсыз. Енді сондай ақшаны экономдап тұрып, клиник шақырып жіберу қиын болмайды деп ойлаймын. Енді мебель распил үшінші минусы. Мысалы, сіз мебель тұратын жеріңіздің стенасы қисық болып қалуы мүмкін, или углдары 90 градус жоқ болып қалуы мүмкін, кейбір детальдар сыймайды, мысалы кейбір корпус сыймайды, планка сыймай қалады. Сол кезде мебеліңізді жинап атқан сборщик мебели сол деталь шешеді, и сізге мынаны размерін жазып береді, мынаны осылай қысқартып алып кел депші. Сол кезде сіз уақытыңызды құртып, цехтарға барып, сол детальдарды қысқартып, тоже қысқартқан жеріне ПВХ-сын жабыстырып, енді тез сборщик мебельге әкеп беруіңіз керек, тоже оның уақытын алмау үшін. Мысалы, сіз мебельді заказ беріп, ақшасын төлеп тастаған кезде оған басыңызды ауыртпайсыз ғой. Сыймай қалса бар, мысалы мебельщик өзі барып, өзі бәрін реттейді. А распил берген соң, ол ответственность уже сіздің мойныңызға кетіп қалады. Мебельді распил төртінші минусы. Төртінші минусы неде? Ол фурнитура. Фурнитура магазинға сіз өзіңіз баруыңыз керек. Біз сізге мысалы жазып береміз, керек фурнитураның списогын, сіз өзіңіз магазиндарды аралап, кейбір магазинде болмай қалатын басқа магазинға барып, сол списокты толығымен өзіңіз жүгіріп алып келуіңіз керек. Мысалы, сборщик мебель жинап отқан кезде кейбір фурнитура жетпей қалса, немесе сіз қателесіп, басқаша мысалы фурнитураны, мысалы навесті 90 градус навестер алып тастасаңыз, сол кезде сборщик мебель сізге айтады, мына фурнитура болмайды депші, келмейді деп. Сол кезде қайтадан уақытыңызды құртып, барып ауыстырып, қайтып алып қоюыңыз керек. Оның да негізі біраз уақытты жеп қояды негізі. Өйткені фурнитура магазиндар, ол строительный магазиндарда мебельді фурнитура сатылмайды. Фурнитура магазиндар в основном қаланың сырт жағында, сол цех жақтарда орналасқан болады. Бірақ ол проблеманы егер басында сразу берген списокпен ровно четко қалай жазылды, солай алып берсеңіз, негізі ондай проблема болмауы мүмкін. Ал енді достар, бесінші минус неде? Сіз мебель под ключ берген кезде, мебель на заказ берген кезде, сіз материалдарды тасып, үйіңізге кіргізіп, үйтіп, оған басыңызды ауыртпайсыз. Мебель на распил бергенде сізге мына материалдардың бәрін үйіңізге ешкім әкеп кіргізіп бермейді. Сіз өзіңіз цехқа баруыңыз керек, газель жалдауыңыз керек, материалдардың бәрін басып, үйіңізге алып кіргізіп, сборщикқа дайындап қоюыңыз керек. Мысалы, мебельщиктарды көретін шығарсыз, мебельдерді тасып жүреді, мысалы, квартираларға кіргізіп, сыртынан былай оңай болып көрінеді, бірақ на самом деле ол да оңай жұмыс емес. Бір квартираның мебелі там, білмеймін, примерно 1 тонна, 1,5 тонна шығатын шығар. Оның өзі кәдімгідей арқаңды сезбей қаласың кейбір кезде.
Немесе өзіңіз тасыңыз келмесе грузчик жалдап, пожалуйста, сағатына 4.000 теңге грузчик жалдап, грузчикпен кіргізсеңіз болады. Ал енді достар, видео пайдалы болса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Осы каналда көп мебель жайлы қызық нәрселер түсіретін боламын. Негізі достар, маған өзіме заказ алып, өзім полный под ключ бітірген, маған ақша одан көбірек түседі. Просто енді бір адамның ақшасы бар, бір адамның ақшасы жоқ. Әр қазағым жалғызым, ақшадан өлген жоқпыз. Егер кішкене ақшадан қиналып тұрған, бірақ мебелін жаңартқысы келген адамдарға мынау күшті лайфхак деп ойлаймын. Енді мен қуана көмектесіп жүремін да, енді тегін жасайын деп айтамаймын. Деталировкасына ақша аламын, дизайн проектқа ақша аламын, бірақ сіздерге полный, мысалы, квартира болса, бір квартира болса, кем дегенде 1 миллион теңге, 1,5 миллион теңге ақшаңызды экономдайтын жолдарын көрсететін боламын. Полный процесті без проблем WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. Бүткіл от начала процестің бәрін түсіндіріп бере аламын. Информацияға былайша айтқанда жадный емеспін достар. Көмек керек болса хабарласыңыз.